Сөз Бердібек Машбекұлы Сапарбаевқа беріледі. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің індетке байланысты берген тапсырмаңызды орындау мақсатында құрамында қоғамдық ұйымдардың, право қорғау органы, прокуратура, мемлекеттік органдардың өкілдері бар. 34 мониторлық топ құрылды. Оған қосымша 200-ге жуық дәрігерлердің мобильдік топтары құрылды. Олардың негізгі мақсаттары жаңа сіз айтқандай түсіндіру, бақылау, қадағалау жұмыстарымен айналысу. Қазіргі таңда 66 мың азаматтар зерттеуден өтті. Бүгінгі күнге 1971 науқас тіркелді. Оның 1086-сы симптомсыз, 1081-і қазір толығымен емделді. Төсек қоры қазір 64%-ға пайдалануда. Бірақ енді тапсырмаңызға сәйкес, егер бұл індет ары қарай жоғарылайтын болатын болса, онда біз оны қазір көбейтеміз. 2680 орын дайындап қойдық. Ең бір қазіргі бір жақсы нәтиженің біреуі Қасым-Жомарт Кемелұлы оң динамика. Егер осыдан бір апта бұрын науқастардың саны 77 болатын болса, бүгін ол енді 48-ге дейін төмендеді. Біз бұл жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жөнінде ауруханаларда, емханаларда мәселе жоқ. Мәселе мынау дәріханаларда бар. Біз оларға Қарағанды, Шымкент қалаларынан қазір дәрі алып отырмыз. Басқа мемлекеттермен келісіміміз бар. Қосымша 513 миллион қаржы бөліндік. Осы келесі аптадан бастап ала бастаймыз. Қазір 2000-нан астам дәрігер осы жұмысқа қамтылған. 535 дәріге жетіспейді. Өткендегі өзіңіз айтқандай біз мынау зейнеткерлерді, студенттерді оқытып, соларды қосымша тартамыз ба деп жұмыс істеп жатырмыз. 3000-нан астам дәрігерлерге, полиция, әскер қызметкерлеріне 2 миллиардқа жуық көмек көрсетілді. Індетке, дағдарысқа қарамастан мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен, өзіңіздің қолдауыңызбен Қасым-Жомарт Кемелұлы өткен бірінші жартыжылдықта экономикалық өсім 101% болды. Өзіңіз көріп отқандай, барлық негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер былтырғыдан жоғары, республиканың көрсеткішінен төмен емес. Біз ірі және орта 66 кәсіпорынды әрдайым мониторлап отырамыз. Оларда жұмыс орнын қысқарту, тоқтату деген болған жоқ. Сіздің негізгі тапсырмаларыңыздың біреуі ол халықты жұмыспенен қамтамасыз ету арқылы жағдайын жақсарту. Қазіргі таңда 21 мың жұмыс орындары құрылды. Біздің енді негізгі міндетіміз оны 52 мыңға жеткізу. Жақсы, жалпы жоспарларыңыз жақсы, керемет, кең ауқымды. Ең қазір маңызды мәселе бұл жоспарларды іске асыру. Ол бір, екіншіден жұмыссыздыққа көңіл аудару керек. Мысалы, облыста жұмыспен қамту жол картасы бойынша 18700 адам уақытша жұмыс орнын ашатын болдыңыздар. Бірақ тұрақты жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру жөнінде бұл мәселелер әлі толығымен шешілмей жатыр. Сондықтан бұл мәселелерге арнайы көңіл аудару керек. Қасым-Жомарт Кемелұлы, айтқаныңыз өте дұрыс. Қазіргі негізінен жаңадан ашылып жатқан жұмыс орындары, ол жаңағы айтып кеткен мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуының нәтижесінде. Біздің негізгі мақсатымыз, өзіңіз әрдайым солай тапсырма бересіз, тұрақты жұмыс орындарын ашу. Біз қазіргі сол әрқайсымен жұмыс істеп жатқанымыз тұрақты жұмыс орындарын ашу. Так, я хотел бы предоставить слово акиму Восточно-Казахстанской области Даниилу Кенжетаевичу Ахметову, пожалуйста. Құрметті Қасым-Жомарт